Сыр маржаны алтын сапаға лайықты. Қызылорда облысының күрішшілері отандық нарықпен қатар жаһандық сауда-саттық аренасына шығуда маңызды көрсеткіш саналатын жобаға қатысып жатыр. Қазалы ауданындағы сыр маржаны серіктестігі өнім қауіпсіздігі мен озық менеджмент жүйелерін енгізген кәсіпорын. Егінмен қатар мал шаруашылығын өркендетіп отырған кәсіпкерлік құрылымы әлеуметтік жауапкершілікке де аса мән береді. Толығырақ Қамбар Бекенов баяндайды. 1999 жылы 350 гектар жерге күріш егіп, 35 адаммен шаруасын бастаған серіктестіктің қазір 4,5 мың гектарда егіс алқабы бар. Жылына 5-6 мың тонна сыр маржанын көршілес мемлекеттерге экспорттайды. Өткен жылдан бастап тұқым шаруашылығы мәртебесін алып, аймақ диқандарын сапалы күріш тұқымымен қамтып келеді. Мамандар айтуы бойынша 50 гектардың үстінде өнім аламыз деп отырмыз. Ол дегеніміз, біз облысқа 1000 гектар тұқым сата аламыз, 1000 тонна тұқым сата аламыз дегеніміз. Облыстың тұқымының где-то 20% қызылдан болып кетті. Біздегі жасалып жатқан тұқым несі 3%-дан аспайды. Ішіндегі қызылданы. Бізден өнім алып жатқан Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстандағылар біздің өнімнің сапалылығын айтып, бізге қайта-қайта жақсы астықтар сұрап жатыр. Сыр маржаны серіктестігі күрішті оңтүстік Корея технологиясы бойынша өңдейді. Зауытта дәнді дақыл қабылданып, өңделіп, крахмал мен басқа да пайдалы заттарды бойында сақтай отырып, ақтаудың барлық кезеңінен өткізіледі. Ісімен өзі 18 адам бар. Тәулікке біз өзіміз 18 тонна күріш шығарамыз. Қыста тоқтамайды, қыста сезонына орай береміз. Күзге дейін. Күзден көктемге дейін әрмен қарай жаңағы неге де кете береміз, салыға дейін. Қазір мен осы Қазалыға көшіп келдім. Осы сыр маржанға 1 жыл болды істегеніме. Серіктестік 2015-тің желтоқсан айында 500 басқа арналған мал бордақылау алаңын ашты. Жемделіп тыңайған ірі қаралар қазір Қызылорда, Байқоңыр қалалары мен аудан көлемінде жоғары сұранысқа ие. Шаруасына шыр біткен кәсіпкер енді консервідегі бұқтырылған ет, шұжық, сүбе шығару комбинатын іске қосуды жоспарлап жүр. Қазақстан Республикасы үздік тауарлар номинациясын алғаннан кейін қазір біздің өнімімізге сұраныс көбейе бастады. Жан-жақтан. Егер де осы алтын сапағына алып армаға жұмыс істейтін болсақ, біздің өзіміздің жауапкершілігіміз күшейеді. Екінші, өнім сапасын армаға тағы да жауапкершілік жақсартамыз деп отырмын. Еңбектің шамын жаққан серіктестік Ақтан Батыр, Жанқожа Батыр өркендеу елді мекендерін түлетуге қыруар қаржы жұмсап келеді. Әлеуметтік жауапкершілік шеңберінде күріш өндіруші мекеменің есебінен аталған ауылдардың көркіне көз тояды. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, 24 KZ.